жұтқыншақ тыныс алу және де ас қорыту жүйесінің, яғни ауыз қуысы және мұрын қуысының жалғасы болып есептелінеді. Осы жұтқыншақтан бастап біз айтқанда белгілі бір ереже бойынша топографияны айтуымыз керек. Яғни оның голотопиясын, яғни қандай аймақта орналасқандығын, скелетопиясын, қандай да бір сүйектердің қатысты орналасқанын, және синтопиясын, қандай да бір мүшелермен байланысып, яғни шектесіп жатқандығын айтуымыз керек. Жұтқыншақ бас пен мойын аймағында орналасқан мүше болып табылады. Оның скелетопиясына келетін болсақ, бас сүйектің негізі мен 6-шы мойын омыртқасының аралығында жатады. Оның 3 бөлігі бар. Мұрындық бөлігі парс назалис, ауыздық бөлігі парс оралис және көмейлік бөлігі парс ларингея. Мына жерден де көрсеңіз болады. Парс назалис, парс оралис және парс ларингея. Жұтқыншақтың скелетопиясын айттық, яғни ол бас сүйектің негізінен 6-шы мойын омыртқасының тұсына дейін созылып жатады. 6-шы мойын омыртқасынан бастап ол өңешке жалғасатын болады. Сонымен қатар бүйір жағынан ұйқы артериялары, жалпы ұйқы артериясы, одан кейін ішкі ұйқы және сыртқы ұйқы артериясымен, кезбе мейнерва нервус вагуспен, сары түспен белгіленген, және де ішкі мойындырғы вена югулярис интернамен шектесіп жатады. Сонымен қатар артқы бөлігінде мойынның меншікті омыртқа алды шандыры фасция превертебралиспен шектесіп жататын болады. Енді оның әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ. Жалпы тағы да айта кету керек, что алдыңғы қабырғасы арқылы ол мұрын қуысымен шектесіп жатады. Мына аймақты хуана тесігі деп атаймыз. Және де мына истмус деп атаймыз. Араң қылтасы осы арқылы ауыз қуысымен шектесіп жататынын айтып кетуіміз керек синтопиясында. Енді әр бөлігіне, әр қабатына жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші ол мұрындық бөлігі парс назалис. Оның скелетопиясы жалпы аймақ алып жататын. Бас сүйектің негізі, яғни мына сынап тәрізді сүйектің негізі және де бірінші, екінші мойын омыртқаның арасында жатады. Және мына жұмсақ таңдайға дейін жатады. Мына уля, тілшік. Осы аймаққа дейін алып жататын ол жұтқыншақтың мұрындық бөлігі болып табылады. Ал оның ендігі қабырғаларына келетін болсақ, жоғарғы қабырғасы сына тәрізді сүйектің негізі болып табылады. Және шүйде сүйегінің төменгі беті. Ал артқы қабырғасы бірінші мойын омыртқасы, атланты және екінші мойын омыртқасы аксис. Және алдыңғы қабырғасы жоқ, себебі ол хуана тесігі арқылы мұрын қуысымен шектеседі. Бүйір қабырғаларында біз ажыратамыз түтік буылтығын, мына жерде торус тубариусты және есту түтігінің сыртқы тесігі остеум фарингеум тубаe аудитивын ажыратамыз. Төменгі қабырғасы жоқ, себебі ол жұтқыншақтың ауыздық бөлігіне жалғасады. Жұтқыншақтың ауыздық бөлігі парс оралис. Ол мына жұмсақ таңдаймен көмей бөбешік шеміршегі, яғни эпиглотис, көмейді өткен кезде өтесіздер, мына бөбешік шеміршек деп атаймыз. Осы аралығында жатқан бөлікті жұтқыншақтың ауыздық бөлігі деп атаймыз. Алдыңғы қабырғасы аран қылтасы, яғни атап өткен фалцус
исмус фалциум арқылы ауыз қуысымен шектеседі. Артқы қабырғасы также бірінші, екінші мойын омыртқаларымен шектеседі. Жоғарғы және төменгі қабырғалар жоқ, себебі жоғары қабырға арқылы парс назалис, ал төменгі қабырғасы арқылы парс ларингеямен шектесетін болады. Енді жұтқыншақтың көмейлік бөлігі, бұл көмейлік бөлігі шамамен үшінші мойын омыртқасынан алтыншы мойын омыртқасына дейінгі аралықта алып жатады деп есептейді. Бұл әрі қарай өңештің мойындық бөліміне жалғасады. Енді оның алдыңғы қабырғасы көмеймен шектеседі. Сол үшін де көмейлік бөлік деп аталған. Осы көмеймен шектесетін мына жерде көмейдің қалташасы болады. Recessus piriformis, алмұрт тәрізді қалта деп аталады. Жоғары және төменгі қабырғалары жоқ. Себебі жоғары қабырғасында атап өткендей ауыздық бөлік пен, ал төменгі қабырғасында алтыншы мойын омыртқаның тұсында өңешпен шектесетін болады. Ал енді өңеш жалпы жұтқыншақтың қабырғасының құрылысына келетін болсақ, негізінен 3 қабаттан тұрады. Шырышты қабаты, шырышасты қабаты және де шырышты қабаты, бұлшықетті қабаты және де сірлі адвентициальды қабаты, кешіріңіздер. Осының ішінде мінекей мына көріп тұрғандарыңызда ең беткі қабаты бұл шырышты қабаты болып табылады. Туника мукоза. Мұрындық бөлігі бұл кірпікшелі эпителиймен, ал ауыздық және де көмейлік бөліктері көп қабатты жалпақ эпителиймен қапталатын болады. Жалпы шырышты қабаты өте нашар дамыған болып табылады. Шырышты бездері бар. Келесі одан кейінгі бұлшықетті қабаты. Бұлшықетті қабаты парс мускулярис жақсы дамыған болып табылады. Оның бойлық және дөңгелек қабат көлденең жолақты бұлшықеттерден тұрады. Бірінші бойлық қабат бұлшықеті, бірінші бұлшықет бұл біз жұтқыншақ бұлшықеті болып табылады. Бұл біз жұтқыншақ бұлшықеті самай сүйектің біз тәрізді өсіндісінен, яғни процессус телеоидустан бастау алатын болады. Және де жұтқыншақтың бойлық бұлшықет қабатын құрайды. Жұтқыншаққа келіп аяқталады. Ол тамақты жұтқаннан кейін жұтқыншақты қалыпты деңгейде ұстап тұруға көмектесетін болады. Келесі бұлшықет, бұл мінекей мына бұлшықет. Бұл бұлшықет аталады таңдай жұтқыншақ бұлшықеті мускулюс палята фарингеус деп аталады. Жұмсақ таңдайдың фиброзды қабықшасынан басталады, жұтқыншақ қабырғасына келіп аяқталатын болады. Негізгі қызметі тамақты жұтқаннан кейін таңдайды төмен тартады да жұтқыншақты қайтадан жоғары қарай көтеріп, тамақтың өтуіне, яғни еркін өтуіне өз септігін тигізеді. Келесі бұлшықеттері жұтқыншақтың дөңгелек қабат немесе қысқыш бұлшықеттері деп атаймыз. Соның ішінде бірінші мына бұлшықет, бұл жұтқыншақтың жоғары қысқыш бұлшықеті мускулюс констриктор фарингес супериор деп аталады. Ол сына сүйек, мына сүйектің аты сына сүйек, осы сына сүйектің медиальды табақшасының артқы жиегі. Осы жерде бізде медиальды табақшасын өздеріңіз білесіздер, хамулюс псеригоидус деп аталатын ілмегі болады. Сол ілмектен басталатын болады. Сонымен қатар төменгі жақ сүйекте линия милиахеида деп аталатын мускулюс милиахеидустан бастау алатын сызықшасы болады. Сол сызықшаның маңынан басталады және де жұтқыншақты орай артқа қарай өтеді. Сөйтеді да екінші жақтағы бұлшықетімен келіп қосылады. Қосылып, рафе фарингес, яғни жұтқыншақ тігісін құрауға қатысатын болады. Келесі бұлшықет бұл жұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшықеті мынау. Бұл ортаңғы қысқыш бұлшықеті мускулюс констриктор фарингеус медиус деп аталады. Тіл асты сүйегінің үлкен және кіші мүйіздерінен бастау алатын болады. Желпуіш тәрізді артқа қарай жылжып, мына жоғары қысқыш бұлшықеттің сыртынан қаптап жататын болады.
сөйтеді да также қарама қарсы жақтағысымен қосылады да рафы-фарингеустық түзеуге қатысады. Және де үшінші бұлшық ет ол жұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшық еті. Musculus constrictor pharyngeus inferior. Қалқанша шеміршегінің, яғни қалқанша без бекитін шеміршектің және де соның бүйір қапталынан сосын жүзік тәрізді шеміршек дейтін болады, сол қалқанша шеміршектің дәл астында, сол шеміршектің маңынан бастау болатын болады. Сөйтіп также желпуіш тәрізді айналып өтетін болады, және де артқа қарай келіп мына ортаңғы қысқыш бұлшық еттің қаптай орналасып рафы-фарингеусты түзуге қатысатын болады. Және де жұтқыншақтың ең сыртқы қабаты ол туника адвентиции дәнекер тінінен тұратын болады. Жалпы жұтқыншақ жұтынуға қатысатын болады. Ол жұтынуға атап өтілген барлық бұлшық еттер қатысады. Бұл бұлшық еттердің барлығы да өзінің күрделі рефлекторлы әрекеті бар. Ол жайлы толығырақ физиология курсында оқып білесіздер.